Ерекең өзі де келатыр екен ғой. Достар, бүгін біздің Раф 4 өзінің мәресіне жетті. Қазір Ерекеңдікіне келдік, мына Ереке де шықты. Ассалаумағалейкум, қалайсыз Ереке? Қалай? Қазір енді Раф 4-ді қабылдап алып кететін боламыз. Бәрі біткен, бәрі істеліп тұр. Состояние енді, жағдай енді бомба болып тұр. Қазір енді өздеріңізге көрсетіп, көлікті алып кететін боламыз. Кеттік. Жүріңіз Ереке, қалыңыз қалай? Денсаулық қалай? Настроениеңіз жоқ қой. Ұйқыңыз қанбаған сияқты. Айт қабыл болсын Ереке. О, мына уже көріп тұр. Қазір бөлмейді тұра тұр сол жерде. Ереке, свет жағып жібересіз ба? Болды. Заттың бәрі кетті, салып жібердік. Енді Ерекең күтіп алып, енді бұйыртса жұмысты басталады. Көрсетеді. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Зазорлар күшті кепті. Көлік бітті. Өз мәресіне жетті. Қазір тексеріп, бәрін қарап отырмыз. Мықты шыққан енді. Керемет. Әр жері бітті. Енді толығымен боялды бұл машина. Енді былай қарасаңыз да, енді күшті шығып тұр. Каскасы бәрі свежий, әдемі бұл. Енді мынандайлары бар енді, бұлар енді уақытпен өзгеретін нәрсесі, ауыстыратын нәрсе. Оны кожасы табу қиын. Енді машина осы состояниеде. Қазір енді жаңа Ерекең айтқан болатын, 1 литр май, антифриз, коробка май деп осының бәрін алып келдік. Соның бәрін доливать етіп, ертісі айдап кетеді. Май аз екен, 1 литрде. Жарты литрде ма? Түбінде минимумда тұр екен. Қазір кішкене жарты литрде құйып моторға. Соны не алып жібереміз, оривенға шығарамыз. И коробка майы да 1 литрде жетпейді. Сонда құйып. Антифризді де алдым Ерекке. Мотордікі бұл? Мотордікі. Ерек, фаралары қалай? Нормально? Нормально ма? Достар, Ерекең қазір машинаны тексеріп, көріп отыр. Бәр жерін қарап. Енді шыны керек, қалай айтсам болады. Просто осылай жанын салып, бәр нәрсесін тексеріп, уайымдап, осылай істейтін адамдарға риза боласың да. Ол мысалы ол кісіге бұл майын тексеріп, суын тексеріп, мүлдем бұл кісіге қатысты жұмыс емес. Бірақ уайымдап, бәр нәрсесін қарап, қайта тексеріп, бір нәрсе болып қалмасын, бір жер бұзылып қалмасын деп, жаңағы өзінің көңілін айтып, бүйтіңдер, сөйтіңдер деп айтқан адамға енді риза боласың енді. Осындай қалай айтсам болады, қазір деген құны жоқ адамдар көбейіп кетті. Енді осындай құнды адамдарды енді бағалау керек. Мен өте ризамын. Ерекеңді енді ренжітпеуге тырыстық. Риза болып қалды ол кісіде. Бірақ жұмыс өте көп болды дейді мада. Енді біраз әбігерге салды дейді машина. Енді осындай енді біз ризамыз ең бастысы. Ерекең де риза. Әйтеуір жұмыс осылай алға басып жатыр.
қазір СТО-ға бара жатырмыз өзіміздің. Енді бұл жерде бір кішігірім проблема болып тұр. Проблема қалай айтсақ болады? Проблема деп те айта алмайсың, кішігірім бір шешетін мәселе болып тұр. Қазір бұл көлікте қазір температурасы основной вентилятор жұмыс жасамай тұр. Қазір енді соны мүмкін ол предохранительдан ба соны анықтап қазір шешетін боламыз. Әзірге мен сіздерге бір лайфхак айтып кетейін. Егер де жолда кетіп бара жатып температураларыңыз көтеріліп жатса, пешті қосып жіберсеңіздер, температура сәл болсын түседі, орнына келеді. Сөйтіп пеш енді ыстық болады, күн ыстықта так, но бірақ көмектеседі. Осылай бір істеп көріңдер достар. Бұл лайфхакты мен Ерекеңнен білдім. Шынымен көмектеседі екен. Қазір жолда осылай істеп келе жатырмын. Кәдімгі температура төмен қарай түсіп жатыр. Қазір енді ары қарай СТО-да көресіздер. Достар, біз келдік қазір СТО-ға. Енді иесіне бермей жатып, бір техникалық ақауларын бәрін толығымен бір тексеріп, қазір көріп жатыр. Бәрін тексеріп, өз иесіне тапсыратын боламыз. Енді Абай ағамыз жоқ екен. Енді ол кісінің әйелі келе жатыр, жеңгеміз. Сол жеңгемізге қазір көлік тапсырамыз бұйыртса. Мен жаңа айтқанымдай, мына жерде бізде вентилятор қосылмай жатқан, соны Фазыл толығымен қазір бәрін тексеріп жатыр. Сол жерін реттесек, сонымен машина дайын. Кейіннен бір компьютерге салып, бір тексеріп жібереді. Болды, содан кейін бітті бәрі. Фазыл, салам жегеға. Бір жақсылап тексеріп алыңыздар. Сіздер көрсін. Бәрі толығымен. Крышамен бірге. А вот чуть-чуть мятина, это ничего, да? Где мятина? Өзінің узоры ғой. Крыланың өзінің узоры. Крылан. Что там? Полировка. Не уатынықта? Не болып жатыр? Не жерде өзі? Полностью. Крышасымен толық бәрі краскіленді. Да, полная покраска была. Полностью. И полировка бір этап жүрді, потому что 3 этап жүруге қазір болмайды. Барын салып істеуге тырыстық, бәрін көрсеттік. Но просто бәрібір сіздерді мен көңілдеріңізді түсірем. Бүгін алып кете алмайсыздар машинаны. Почему? Несін? Фазыл, түсіндіріп жіберші, не болған? Жаңа системасы. Біздің электрик, Фазыл деген жек. Түсіндіріп жіберші, не болған? Мен жолда айдап келе жатсам, машина қайнап жатыр. Температура көтеріліп жатыр. Қазір түсіндіріп жібересің. Рейлер мына жерде болу керек, вентилятор. Ол бұрын жасаған кім болса да. Бұлай рейлер болған, ең төмен жақта мынандай датчик болады. Мына тұрған кезде температура қайнайды ғой, сол кезде вентилятор қосылу керек болған. Соны вообще басқаша істеп тастағанда ол істемейді вентилятор вообще қосылмайды. Бұрын сәл химичить еткен ғой. Енді заводской жасау керек. Ертең біз соны заводской қылып істеп, сол кезде осы жерден алып кетесіздер ғой енді бұйыртса. Өйткені қазір сізге бүйтіп бере алмаймыз. Бәрін бітірейік, өйткені мен жолда айдамасам, қазір ұзақ жол жүрмесем, білмейтіндей едік. Сізге солай беріп жібереді. Әлде мен қазір айдап келіп, жолда бәрін көрдім. Біз басқа жерінде диагностикасын бәрін жасадық қойдық қазір. Басқа жер бәрі жақсы. Ең единственный осы қалды, бұны өзіміз жасап береміз. Бұйыртса. Атақ машина басқа жерінен өзім тексеріп толығымен алдым. Менің көңілімнен шықты, енді сіздер өздеріңіз айтыңыздар қалай болған. Ғалым сіздерге ұнау керек. Ең басты сіздерге. Жүрсе болды ма? Жоқ, жалпы, енді барын салдық сіздерді ренжітпеуге. Главное, Абай ағаны ренжітпеуге, өйткені ол кісі постоянно связьда отырды. Барын салдық. Сіздерді бір қуантам ба деген едім, алып кетесіздер деп. Осындай жағдай болып тұр енді. Енді бір... Бүгін ертең сонымен бітеді, осымен бітсе, алып кетесіздер ғой бейсін. 40-ына шыдап, енді 41-іне бір күн шыдап жіберіңіздер. А так мен қазір айдап келдім, тек су қайнаған, жаңа температура көтерілген демесеңіз, машина әдемі. Осындай. Мына достар, және өзі келді, машина көрді, бәрі риза, ең бастысы риза. Ұнады. Енді жаңа түсіндіргенімде бізден, енді ол кісілерден алдын жаңа
вентилятордың жаңағы электроникасын кішкене пимичтеткен екен, дұрыс істемеген екен. Соны енді ертең заводтағыдай істеп, қолдарына тапсыратын боламыз бұйыртса. Осымен серия бітеді достар. Алда енді одан да қызық көріктер болады бұйыртса.